Құрметті ұстаздар мен студенттер, Кентау гуманитарлық техникалық колледжі Алтын жүрек таны тақырыбындағы сынып сағатын ұйымдастырған кітапханашы Айсұлу Беркінбайқызы және қазақ тілі мен әдебиетінің әдістемелерінің төрайымы Нұрымбетова Бибісара апай. Жанарыңда терең ой бар тұңғиық, басқалардан адамдық тым биік. Алтын жүрек иегері жүретін, жүректерге көрінбейтін нұр қойып. Өзін өзі танудан өзін танып, адамдықтың жолымен алып бағып, Сара апамыз салған дара жолмен келер ұрпақ келеді қанат қағып, болар елдің бала ғой болашағы. Сүйіспеншілікпен әр күніміз қуанып қуат алсақ, ізгі сәулелі оймен рухани байып тазалансақ, адам деген ардақта атқа лайық боп жүрейік, оймен, іспен, сөзбен, іс-әрекетпен жақсылық жасап, махаббаттың себейтін шырағын жаға білетін, сүйіспеншілік бар жерде күн нұры бар деген, жер бетіне жақсылық дәнін себе білген Сара апамызға рахмет мейірімділікке тәрбиелеген. Сүйіспеншілікке толы жүрегіңіз, жаныңыз, қайырымдылыққа толы әрбір ізгі ісіңіз, өзін өзі тану жанды ілім арқылы рухани кемел деніп жаңырамыз бәріміз.